Ал эми 4-кварталдын жагдайы осундай. Мына 21-августте свет сөнүп калган. Bir sönüp bir жанды, содан кейін 2-3 күн болып, 23 күні таң ата жанды. 3 күн былай қарағанда 3 күн свет болмай қалды. Сол проблеманы кім шешеді екен, соны білейік деп еді. Сосын мына кешкеге жанатын прожекторымыз сағат түнгі 12-де сөніп қалады. Сосын таң ата 5-те жанады. Негізі жанып тұру керек. Түнгі жұмыстан шыққан адамдарға өте қиын. Мына светтің мәселесі, мына қазіргі жерде балалар онлайнмен оқиды. Оған да қиын болып тұр. Осы светті бізге түзеп берсе екен деп сұраймыз. Асфальт мына айтады. Біздер мына асфальт мәселесін осы 4-кварталда әуелде 2017-де көтергенбіз. 2017 жылы біздер әкімнің алдына барған уақытта бізге смета көрсеткен. Мына Рамазан дүкенінен 3-кварталдың шетінен басталады да 5-кварталға дейін айналып, ол мектептің ар жағымен, жаңадан салған мектептің артымен трассаға шығу керек екен. Сосын мына біздің 25 километрден түсіп, теңізге дейінгі бетті түгел сол асфальт енгізілген сметаның ішінде. Сол сметаны біз көргенбіз. Ол 2017 жылы декабрьде қаралып, 2018-де бізге асфальттанады деп уәде берген болатын. Біздер міне 2018 күттік, 2019, міне 2020 болып, әлі біздің 4-кварталымыз асфальттанған жоқ. Биыл міне 5-кварталда асфальттауға алды. 3-кварталдың шетінен, Рамазанның шетінен, ана 5-кварталдың бұрышына дейінгі жерді, именно 4-кварталда қақ ортасынан автобус жүретін, маршрут жүретін көшемізді асфальттамай бөліп кетті. Оның орнына жоғардан трассадан түсетін 5-квартал теңізге дейін асфальттады. Сосын тіптіке ешқандай инфраструктура жоқ, автобус жүрмейтін 5-кварталдан осылай бізге қарама-қарсы тіптіке жолды 5-кварталда асфальттады. Сосын мектепке дейінгі жолды асфальттады. Ал сол ана арғы 5-ке асфальттаған жер біздің жерімізге, мына автобус жүретін жерге жететіндей еді негізінде. Азғантай мына 4 километр жерді, алақандай жерді бөліп тастап кетіп отыр. Сонда біздер 2018-де ол деген смета қорғалған болса, біздердің мына асфальтымыздың ақшасы қайда кетті? Ол асфальтымыз неге бөлініп қалды? 4-кварталда Сайын ауылының түгел несінде, елді мекендерінде, мына көшелерінде асфальттар бар. Именно 4-кварталда алақандай да асфальт жоқ ешқандай. Асфальттың жұғыны жоқ ешқандай. Мына 5-кварталдың өзін асфальттап отыр қазір. Біз сол бізді таңғалдырады, соған түсінбейміз. Біздің азғантай жүретін маршрутымыз мына не кезде, мына балшық кездерінде шоқалақ кілең 5-ке жеткенше сондай. Ал 5 асфальт. Жері асфальт жөнінде болса осындай. Тағы мәселе көтеріңізші. Контейнер жоқ. Мусор далада шіріп жатыр, иісі сасып жатыр. Жаздың кезінде невозможно. Жұрт өртегеннің иісі шығады. Оны біз көтере алмаймыз. Кешке қарай демалайық десек, сасып өртейді жаңағы контейнер. Мусорды. Мусорный контейнер керек бұл жерге. Ол самый санитарный состояние былай қарағанда. Қазіргі індетке байланысты тіпті невозможно отыруға. Соларды іздесе екен. Бұның проблемасы көп, сайын шапағаттың. Сіз айтып отырсыз, тоқ 22 күн сөнді деп, 21 күні сөнді. 21 күні сөнді. 2 күн сөнді ғой. 2 күн жатыр. 23 күні таң ата жатыр. Бір жарты сағат. Жоқ, жарты сағатта болған жоқ. Не себептен дейді сонда сөнгенде? Қатты жаңбыр жауатын күні ме? Жалт ойнады ғой. Найзағай ойнады, жаңбыр жауды, содан кейін сөніп қалды. Жалпы сондай жаңбыр жауған кезде сөніп қалады. Қыстың кезінде сөніп қалады. Сосын мына газдың несі жаңағы давлениесі өте төмен. Қыстың кезінде төмен түсіп кетеді. Елдің бәрі жаққан кезде давление түсіп кетеді. Мына кішкентай бала бар, не бар, тоңады. Сосын мына судың мәселесі, жаздың кезінде су да аз келді. Жеміс талдарымыз қурап қалды. Артынан ғана қазір ғана кішкене түзеп жатыр. Жазы ғой, жаңағы 3 күн бір демалысында бір қайтара келіп, болмаса тіпті келмей қалып сөйткен уақыттары болды судың да. Ал енді сол проблемалар шешіп берсе екен деп ойлаймыз енді. Біздің сайын шапағаттың сондай проблема бар енді. Тоқ мәселесі қай жылдан бері осы? Қалып келгеннен бері ме? Соңғы уақытта да жалпы жаңбыр жауса, былтыр да солай, биыл да солай, болмаса қар жауса, жаңағы қалай жел тұрса қаттырақ, сол кездерде сөніп қалады. Ол жаңағы отоплениең де сөніп қалады, свет сөнгесін. Балалардың оқитын онлайына да қиын болады. Сол мәселесін шешіп берсе екен. Қазіргі уақытта енді интернет мәселесі қалай болады сіздер? Интернет бар ма? Мысалы, телефондарыңызда не болып қалмай ма?
жоқ. Кеше деген мына осы августте не арыз жазғанбыз интернет қосуға. Мына бұрышымызда мынандай үстінде мынандай аппарат келіп тұр, интернеттің аппараты. Ол 8 үйге ғана тартылады дейді. Болды, одан артқа тартылмайды дейді манағы аппараттың ішіндегі зат. Енді сіз үшін мен бірнеше адам арыз беру керек, мен сіз үшін интернетті қондыра алмаймын дейді. Терезе ашамайсың, әне шаңды қара. Жол шаң болады, сосын балшық болады, балдар Адам өтіп барады, қарамайды оған. Мың айтыңызшы бәріңізде. Қарағанда Балшық деген асфальт болмаған шаңның өзі көтеріледі. Андай шаң көрің түсіріп алып шаң. Мына интернет жөнінде енді бар ғой, мына балалар оқып жатыр 5-ші кварталда, мен естідім, интернет ешқандай жоқ деді. 5-ші кварталға шешілген жоқ интернет мәселесі. Оларға қондыратын аппараттар ма, бірдемелері жоқ деді. Ал бізде 4-ші кварталдың өзінде де мен баламның класстастары бар, бірге оқып жатқан. Олардың бәрі де интернет жоқ деген мәселе көтеріліп жатыр. Енді олар деген ана мектеп KZ-пен оқу керек, мектеп KZ-пен бәрібір кіре алмай жатыр. Енді WhatsApp-пен оқимын, мобильный WhatsApp-пен оқимыз деген әңгіме шығады. Бастаманы қазір ертең 1 сентябрьден бастап WhatsApp-пен оқимыз деді. Мобильный себебі мектеп KZ-ке кіре алмайды. Бәрі соткамен отыр. Кейбір үйлерде компьютерлары жоқ балалар. Мен балам шындыққа келгенде соткамен оқиды ертең. Соткамен WhatsApp-пен оқиды. Себебі біздер әлі Wi-Fi-мыз қондырылған жоқ. Мобильный сотка оқиған мобильный оқиды. Ондай жалғыз менде емес проблема. Бірнеше осы 4-ші кварталда әлі жетіспеген адам көп. Ол свет болмай қалса тағы болмай қалады. Иә, оқи алмайды. Осы күнге дейін светті тартыңыздар, онда үкіметтен тартып берген свет болса, өзіңіз жеке тартып алдыңыздар ма? Үкіметтен тартып берген светі. Бірақ жаңағыдай жаңбыр жауса, қар жауса, жел тұрса, сөніп қалады да. Бізде мына аэропорт жаққа қосылған 4-ші квартал, 5-ші квартал, 6-ші квартал. Тек құрттай бірдеңе болса, құрттай жел болса да сөніп қалады. Себебі кешегі нелерде неге күн жарым нетпеген уақытта әкімшілікпен бізде WhatsApp-та бармыз, группада, чаттың ішінде. Сол кезде біздерге жауап бергені олардың бекет мына трансформаторлар заземление жасалмаған деп, соның кесірінен найзағай түссе сөніп қалады. Сосын мына Жәнібек деді ма, бір магазиннің тұсында, короче, трансформатордың ішінде бірдеңелері қолды болған деді, ұрланған деді. Бір нәрселер ұрланған, соның заттарын орнына әкеліп салып жатырмыз деген әңгімені айтты. Ол жанып тұрған, постоянно қосылып тұрған зат. Өзінің электриктері ұрламаса, жай адам бар, кез келген адам тоққа барып ұрламайды ғой, тоқтың ішіне барып түспейді ғой. Ол мүмкін емес, өтірік ол, өтірік әңгіме, значит, ол халықты алдап отыр деген сөз. Я өздерінің электриктерінен келіп отқан нәрсе. Жаңбыр жауса сөніп қалады ғой, постоянно сөнеді. Постоянно сөнеді. Ана 3-ші квартал ар жағы жанып тұрады, өздері әкімшілік жақ жанып тұрады, мын жақ түгел сөніп тұрады. Сосын мына сағат 1:30 болды ма? Көшенің светі сөнеді. Бұл 2018-ден бастап, міне 2018-дің декабрінде біздер осылай свет сөнетін жөнінде барған уақытта біздерге коммунальный жаңағы мекеме айтқан. Біздерде қарыз болған. Сол қарыздан биыл құтыламыз. Келесі жылы ондай болмайды деді. 2020 болды. Ол әлі сондай неге үрдіске түсіп, сол қалыптасып, әлі сол күйінде келе жатыр. Ол өзгерген жоқ. Ол свет, түнгі жарық, көшенің жарығы. Ол неге сөнеді? Именно түнгі уақытта. Түнде студент балаларымыз келеді көшеде. Ту ана трассадан түсіп қалады. Түнде автобус жүрмейді. Әркім таксимен келеді. Сол кезде түсіп қалған уақытта жаяу көше толы. Таксиде үйге дейін әкелмейді, жол жаман болған. Далаға тона трассаға тастайды. Трассадан бері ит те бар, басқа да бар. Қорқынышты жағдаймен үрей ұшып келеді балалар. Осы бойынша жаңағыдай хат жазып, арызданып, әкімшілікке тапсырды ма? Бірнеше рет біздер барып әкімшіліктің алдына бардық, бірақ одан кейін берген жоқ. Кеше аудандыққа жаздық. Аудандыққа әкімге жаздық. Дене шақырдық қой, бір емес, екі рет. Әкімшілікке жазып тапсырған кезде әкімнің өзі келіп, аяғымен келіп жағдайды көре ме, жоқ, бір қалыпты өзімен жоқ, біз әкімді жинап көрген емеспіз. Біздер алдына барамыз, барған уақытта 2 адам, 3 адам мынадай бәрі жұмыстағы уақытта ол қабылдайды. Тек 3-ші күні ғана қабылдайды. Сосын бүгін бір мәселе көтерілді әкімнің несінде. Баға, аптекалардың бағалары, қаланың дәрілерінен 2 есе қымбат сатады. Науалны аптекаларында даже бір қорап сіріңкенің өзін 180 теңгеден сатады магазинде. Біз әкімге талай айттық, неге бағаны реттемейсіз, қазір мынандай заманда сіздерге неге олар 2 есе бағасын сатады дегенде ешқандай жауап жоқ. Түпқараған ауданы бойынша қандай медпункт бар. Поликлиника жоқ.
мұнайлыда көрсеңіз неше поликлиника бар. Сол үшін біз қалаға барамыз. Поликлиника жоқ, ең болмаса медпунктың да бір үлкенінде жоқ. Саламыз Ақшұқыр мен Сайын ортасына деп айтқанына 3 жыл болды. Салынбай қалды. арзанда свет жоқ болып қалған кезде ма енді дүкенге барасыздар ғой. Дүкенге барған кезде жаңағы машина нелер бола ма? Оларда жоқ па? Ондай магазинде жоқ қой бұл жерде да. Оны қаладан аламыз ба? Қалаға барып. Ертеден дайындаламыз. Желді жақындады ма, жел өрді ма? Дайындалып бәрін. Жалпы майшап, шам дегендері бар. Светтің сөнетін дайындаламыз. Баяғы шам, шеше, соны қолданып отырады. Мынау да өшіп қалады. Енді бізге маршрут автобустарымызда келгісі келмейді, ешқандай асфальт жоқ. Екі орта қиылып жатыр мынандай қылып. 4-ші квартал қақ ортасына қиып тастап кетеді. Ең тұрғынның көбі 1020 участок бар осы 4-ші кварталда. Ең үлкені осы участок. Осы квартал. Сабаққа балалар да мысалға осы жолмен барады ғой. Асфальт жоқ. Бала үйден шығып, остановкаға барғанша мана аяқ киімнен ештеңе қалмайды оны. Балшыққа батып барады. Неге сол мына асфальт салынбайды баланың жүретін жолына? Баланың мінетін автобусы бала сыйымды ма да сыймайды? Бала сыймайды. Оны біз бірнеше рет директоріне айттық, баланы деген шоферлар деген қатты келеді де, мана бала мінді ма, мінген жоқ па, жартылай далада, жартылай жауып қалай көрдік. Сосын мұғалімдер мініп алады автобустарына. Вообще ол мұғалім мінбейтін зат ол деген, тек балаға арналған автобус. Ол мәселе де шешілген жоқ. Мектеп директоры сонда жауап не болды? Біздер апайларына да айтып жүріп талай, неге айтылмайды, неге мұғалім мінеді, отырып алады. Мысалға 1-ші класс оқитын бала қаразілдей сумкасымен мінгенде талай қыстырылып қалған көрдік. Шоферлар қарамайды, бала мініп жатыр ма, қойып жатыр ма, 1 минут тұрады да жүріп кетеді. Ол бала ана қыстырылып қалады. Сосын апайлары мініп алады да отырады. Баланы тұрғызып жіберіп, апайы отырып алады. Бұл негізінде автобус әкімшіліктен тек бала үшін шығарылған. Бұған ешқандай мұғалім бар. Ол үшін әкімге барған жоқсыздар, да? Ол үшін әкімге барғанымыз жоқ. Бірақ біз талай ата-аналар жиналысында сол мәселені қозғап айтып жүрдік, ешқандай одан мектеп директорына жауап болған жоқ. Былтыр сол 4-ші тоқсанда осы енді барып мектеп директоріне не қыламыз деген кезде онлайн болып кетті, сонымен қалып қойды. Жалпы ертең қайта басталады ғой сол кезде сол проблема. Шоферлар ешқандай балаға қарамайды. Қалай болса солай еді. Сосын мына неден деген мектеп балаларға ауыл ауласы деген бар ғой, ана неде почтада тұр, кішкентай ғана неде бұрынғы ескі акиматта тұр. Кішкентай ғана жарларына деген құлап атқан сондай мекеме кішкентай ғана, оның ішіне бала не істеу мүмкін емес. Оның ішіне жаңағы үйірмесі бар, 9 бала, сурет, сосын домбыра бар. Нектен. Оған мына 4-ші кварталда қарайған, ана шетте тұратын балалар жаяу, ана мешіттің қасына дейін барады, жаяу барады. Итке талай-талан жүрген бала болса. Кварталда ешқандай енді балаға не жоқ қой. Балаға ешқандай жағдай жасалмаған. Ең үлкен квартал, осы жерде бала толы. Әйтеуір мына новый жаңа мектеп ашылған ақта айтты, бәрі 4-ші кварталдың баласы дейді. Мына жерде 700 бірдеңе бала жиналды, 800 бала мектепке, сонда бәрі 4-ші кварталдың балалары. Новайда. Сонда баланың көптігінен сонда бір мектептің баласы шығып отыр да бұл жерде. Оларға ешқандай жағдай, спорт мәселесі, жаңағыдай тегін оқитын домбыра, үйірме қарастырылмаған, ашылмаған. Бізге 4-ші кварталдан ашылса екен дейміз сондайда. Балаларымыз сенделіп жүр аны. Сайын ауылында ешқандай мәдени ошақ жоқ. Не мәдениет үйі жоқ, не спорт кешені жоқ, не жаңағыдай аула клуб жоқ. Енді бұл үлкен ұлғайып өсіп келе жатқан ауыл ғой. Ешқандай мәдени ошақ жоқ. Топ болмаған жерде мәдени ошақ қайда болды? Жоқ, автобус соны бар сұраймыз. Топ болмаған жерде. Жыл өтіп жатыр. Өсіп келе жатыр. Асфальтте қосу керек, соны да қосу керек мысалы. А балалар ертең немен шұғылданады? Жатады, не болып, интернетпенен болды, соткаменен. Ойыншық ойнап. Бұрын ана қыстың күндері, боранды күндері, тоқ сөнген уақытта түгел манағы насоспен айдайды тоғымыздың, газымыздың бәрі. Газ келіп тұр, бірақ үйде отопление жоқ. Сөйтіп жүрген күндеріміз болды. Емшектегі балалы әйелдер машинаны қыстап қойып, машинаның ішінде отырған күндері болды. Сондай айқайда болды даже. Бәрі жағдайларын айтып жатқа жазғандардың Давлениесі төмен газ. Біздің үйімізде ол қалада жүрдік, әртүрлі былтыр болған жоқ вообще.
газдың бәрі нені котелдың Светке бәрі байланысты. насоспен бәрі насоспен қызады. қазір енді тоқтауы бар тоқ жоқ, тоқ проблеманы шешу керек бізге сайын. сосын Асфальттың Шапағат. сосын көше жарығы. Балалардың енді қазір проблемамыз көтеріп келді, әлі сабақ басталған жоқ. Әлі қатты сезініп жатқан жоқ. Ертең мына балалардың оқуы қиын бар. Ол бірнеше бір үйде бір бала емес, бірнеше 6 бала, 7 баламен отырған адамдар бар. Енді мен бір оны айтайын. Маскүнем қалай Мекежан мақсатымыз бар. алған Мына жерде мәселе сіз айтқан мәселені жедел түрінде біз көтереміз да. Біріншіден жедел түрінде көтеру үшін сізге дейінгі айтылған нәрселердің бәрін уақытында қалай болатынын, қалай не болатындығын сіздің орталарыңызда қазір бір адамның байланысы бар. Біз сол кісіге айтып отырамыз. Осындай болып жатыр, осындай нәрсе толып жатыр деп. Осылай жұмыс жүріп жатыр. Ол кісілер сізді енді бәрінің жаңа айтқанда группа чатқа бармыз, сол группа чатқа жауап беріп отырады. Айтып отырады біздің жіберген. Тіпті менің айтқан сөзім аудиозаписінде дәл сізге копия алып жіберсе де болады. Бұл жерде шындығын айту керек. Ел болып құрылғаннан кейін ең бірінші нәрсе жалпы мемлекет тарапынан инфрақұрылым болу керек. Енді шама келгенше сіздерге мен айтайын, қазіргі қыркүйек айы басталады ғой. Қазан айының аяғына дейін осы жауап нақты келеді. Жүретін болса жүретіндігі келеді, қалай болып жатыр. Ол кезде де тағы да келіп сіздермен келіп бір сөмкеге түсіреміз, көрсетеміз, айтамыз. Қалай жүріп жатыр, дұрыс жүріп жатыр ма, дұрыс емес жүріп жатқан жоқ па, қалай өтіп жатыр. Екінші мәселе айта кететін нәрсе, егер олар жоқ бөлінбейді десе, септігінің себебін айтады. Сол себебін сіздермен келіп тағы да жұмыс айтады. Осыға келіп қалай болады. Мен өзім партиям атынан, өзім тарапым атынан облыс деңгейінде партиялық жұмысымды жасаймын, тарапына жауап беремін, партиялық бақылауға қоямын. Өзім бақылап отырып, өзімен бірлесіп осы жерде отырамыз. Енді шама келгенше ертерек, енді ноябрь жаңағы қазан қашан ба, октябрь қашан аяқтады деп отырмаймыз. Сол кезде көтеруге тырысамыз. Біздердің ауылымызға бірінші именно осы жерге біздер базада тұрамыз. Сіздің ауылыңыздың аты? 4-ші кварталға кіреміз, кіргізілген деп айтты әкім. Сайын Шапағат, Иә, 4-ші кварталға кірді. Бірақ кіргенмен тоқ пен су мәселесі артынан шешіледі деді, пока тек генпланға кіргенімізді естідік болды. Бірақ тоқ мәселесі сол тоқ керек болып тұр, біздер қазір жабайы тоқпен отырмыз. Мына кәдімгі алдымызға столбы тартып, түнде жағып қоятын прожекторы керек. Столбыны өзіңіз тарттыңыз? Столбыны сірә өзіміз тарттық қой, қалтамыздан ақша шығарып, оны ешкім алған жоқ. Құны қанша болды? Құны 300 мың теңге болды, үйлермен не істеп алдық, тартып алдық. Ол енді жердің астымен келіп тұр, білмеймін ол қандай болады келешекте. 2012-ден бері тұр ол әлі. Ол да бір үзілсе жалғау қиын, оны жердің астынан келіп тұрғасында. Ана машиналар неғып кетеді. Біз жаңағы қорқпайтындай столмен келіп тұрған жақсы көреміз. Сосын түнде прожектор болу керек та. Тас қараңғы отырады, именно осы жер. Мына жақта көршілер көп, негізінде хабар айту керек. Сосын су жоқ біздерде. Мына бүткіл мына жақ бірден бітеді. Былай қарап 4, 5, 6 бәрінде су бар, тек осы жерде су жоқ. Су керек. Сол біздердің мәселеміз. Енді газды былтыр сау болсын тартып берді, оны жасыратын ештеңе жоқ. Тоқ пен су біздердің проблемамыз. Сосын мына асфальт. Ал сіздерде мысалы тоқты тарттыңыз ғой, өздеріңізде жаңағыдай не қылып. Жаңбыр жауған күні мысалы, немесе болады ондай не уақыттарда сөніп ажырап ондай болып қалмай ма? Қаншалықты мысалы сөніп қалады не қылғанда? Негізі напряжение бола ма үйдің ішіне тоқтан? Жоқ. Біздерде қазір бізде 1-ші кварталдан тартып өтіпсіз ғой. 1-ші кварталдан білмеймін, сол жақтан тартып өтқаннан кейін ол жақта тоқ сөнбейді. Енді 4-ші кварталмен бірге өтқаннан кейін 4-ші кварталдың чатында бармыз ғой, күнде сөніп жатады, білмеймін әйтеуір. Кешеде сөнді дейді, алдын 3 күн сөнді. Біздер мына жақтан тартып отырмыз, біздердікі кәдімгі жердің астымен былайынша айтқанда тығылып тартып отқан неміз ғой. Тек үйге счетчик қойып. Оған рұқсат ештеңе алған жоқ та? Рұқсат енді сол ненің адамдары берді ғой сол кезде. Акиматтың адамдары берді, иә? Акимат емес, кәдімгі не, тоқтың адамдары. Тоқтың адамдары берді. Пока осымен отырың, артынан өздерің неған кезде одан берам не 8 жыл өтті. Осы күнге дейін қайдаға орналастыңыздар? Қайда шағымдандыңыздар осы мәселе бойынша? Әкімшілікке бардым, мен лично өзім бардым. Тоқ біздерге өз алдымызға тоқ, сосын бір суды біздерге татпай ма деп та. Артынан болады, бірақ генпланға кірдіңдер, артынан болады деген не берді әйтеуір.
уәде берді да. уәдесі бар, бірақ ол Оған да қашан 3 ол жыл болды ғой, 2 жыл болды анық та. Келіп осы жерді көріп кетті ғой әкімнің өзі. Соғысу жүргіземіз деп. Бірақ онымен бұдан кейін нәтиже жоқ. Сентябрьге қазір балдардың интернеті қалай болады? интернет сол мына ненің жоқтығына байланысты біздерде не жоқ қой. Интернет жоқ қой бәрібір. Мына столб жоқ болғаннан кейін интернет жоқ деген сөз ғой. Интернет жоқ. Әкімшілікке хат жазып, хатпен бірдеме бердіңіздер ме? Мысалы жалобаны жазып, Хатты былтыр қыста 19 февралында бердік біздер. Ол кезде мына мусорды көтердік, сосын ит көйіп кетеді осы жерде. Итті атып бердім деп көтердік. Проблема көп қой майда шүйде. Соның бәрін жазып көтергенде жақын арада шешіледі. Ақша жоқ, бөлінбей жатыр, сондай әңгімелерін жауап бер. Оны қалай енді жойлай алмайсың оны. Ол да болып салып. Жақсы солай екен ғой деп кете береміз. Сондай. Су мәселесі басқа кварталдарыңызда, нелеріңізде бар? Басқа кварталда бар, естіп отырмыз. 4 пен 5-те ғана жоқ. Жоқ, біздің көшемізде осы жоқ. Осы мынау базы деп алынған жер уақытында, оны 10 сотик, жеріміз өзі 10 сотик, пожарный ход деген вообще жоқ. 10 сотиктан берген, негізі барлық жерде не бойынша, закон бойынша 15 сотик қой. Тек біздердікі 10 сотик. 20-да 50, иә. Енді осы жерге 30-да 50. Иә. Енді су тек именно осы жерде жоқ болды. Басқа жерлерде бар болғанмен естіп атамыз ғой чаттан, бір күні жоқ, бір күні ақпайды. Ол судың үстінде де проблема көп, енді білмеймін ертең бізге қатса. Тоқтың мәселесі бірақ қиын болып тұр. Тоқ ең үлкен проблемамыз тоқ. Сол су сосын, одан кейін жол. Қыста балдар не келеді ғой? Түнде келеді мысалы. Автобуспен бала мектепке қатынағанда қалай? Арғы жаққа барамыз. Бұл жерде вообще жүрмейді автобус деген зат. Ана бірінші кварталдың несіне барамыз. Ортада кішкене жол ашық тұрды да, негіз бұл жерде көше жоқ қой, адамдар бұл жерге үй салып тастаса, біздерге ход жабылады бұл жерде. Былай қарап шығатын біздерде ешқандай көше жоқ. Ойластырылмағанда план. Шара қашықтықта болады. Ана басқа шығамыз, мына 25 үй біткенше ары қарап шығамыз. Қыста қиын ғой, сабақтан келу қиын сол балдар. Ортада бір үйлер салмай, тек уақытша салмай қойғанша, негізі біреудің жері ол. Ол үй салып ана жерді қоршап тастай қойса, сосын кетеміз араға. Бұл кезде шығалмаймыз асыл. Кең жайлау. Қыстың бойы таңертең ерте кетеді, 7:30-да шығып кетеді. Асыңға апарып, кешкі 7:30-да және кеште түстен кейін оқитын баламызды кешкі 7:30-да алдынан күтіп алу үшін шығамыз, және итпен арпалысып. Иттер толып кетеді, қараңғыда вообще көрінбейді. Таңда да сондай иттер кете береді ғой. Көшім сондай осы проблемный жер болып тұр. Жолға жақын тым жақсы жер, білмеймін бұл жерді неге құртып қойған. Басқа жерге қоспайтын. Түсінікті. Я бірінші квартал емес, я 4-ші квартал емес, екі ортада қалып қойдық қой. Бірінші кварталға қосылсақ та мында су жүре ме еді, может, мына бірінші квартал уже мына жол, мына үйлеріне арғы жер. Біздер мына 4-ші кварталдың бас жағы, 4-ке де кірмейміз, 1-ге де кірмейміз, екі ортада тұрмыз да. Ана екі қатар сондай, сосын мына жағы екі қатар. Документі 4-ші квартал. Иә, бірақ документ бойынша 4-ші квартал. Мынау базалық орын. Просто тұр я бұл жер адамдардың жері емес, білмеймін. Есі алынатын ашықтық жер. Адамдар мусорын төгіп әкеліп тастайды осы жерге. Бай адамдар, иә. Өткен сосын өткен адамдар мәжбүр отырады, хотя бы таситын тасымалдаушы не жоқ деп шығады. Bizak мусор тасып алып кетеді. Сондай зат не жетіспейді. Ол жеке меншік дейді, біздер оған не өткізе алмаймыз дейді да, жеке меншік болады дейді. Жеке меншікті кім айтады оны? Әкімшілікте айтты енді, олар жеке меншік біздерге қарасты емес деп. Сондай тасып алып кететін нені да енді. Оларға ақша төлеп нетесің ғой, үйге мысалға звондасаң келеді, бірақ ақша алады да мусорды алып кетеді. Берсе де болады үш үйге бір не, иә? Контейнер қойып. Иә, бір контейнер қойып берсе, сосын аптасына бір күн тұрып қойса, ондай да жоқ қой даже. Басқа неде де бар, иә, ауылда. Мен естейсің, көресің ғой. Білмеймін осы мұнайлының несі не айтыр. Мұнайлық актив. Түсінікті. Сайын Шапағат ауылы, мына біз қазір тұрғындардың, жергілікті тұрғындардың мәселесін көтеру мәселесіне келіп жатырық, тоқ жөнінде, энергетика жөнінде. Мына жерде міне тартылған тоқ, мына тіпті столбы да жоқ, төмен түсіп кеткен. 220 вольт, астында балдар ойнап жүр.
мәселені қараңыздар. Ар жағында 2 столба қойылған, бірақ не себептен екенін білмеймін, тартылмаған. Ол жеке тұрғындар өздерін құрып алған секілді. Осындай мәселе болып жатыр. Міне, мындағылардың бәрі әр столбаны 300 мың теңгеге тарттық дейді. Тұрғындардың өз қалтасынан шыққан ақшасы. Тең деп жатыр. Жоғары жақ.